Құрметті талапкерлер, мен Жұмашева Гүлсім Токановна Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде, фармация мектебінде, фармацевтикалық және токсикологиялық химия, фармакогнозия және ботаника кафедрасында, фармакогнозия және фармацевтикалық ботаника пәндерінен дәріс беремін. Фармакогнозия негізгі фармацевтикалық ғылымдардың бірі. Ол дәрілік өсімдіктерді, өсімдік және жануар тектес дәрілік шикізаттарды, кейбір өсімдіктер мен жануарлардан алынатын біріншілік қайта өңдеу өнімдерін зерттейтін ғылым. Біздің кафедрада білікті оқытушылар дәріс береді. Кафедра оқытушыларының негізгі мақсаты фармацевтикалық практика мен ғылым саласында жұмыс атқаратын жоғарғы фармацевтикалық білімі бар мамандарды дайындау болып табылады. Фармацевт мамандығы қазіргі еңбек нарығында жоғарғы сұранысқа ие тиімді мамандықтардың бірі. Әлем бойынша фармацевтика өнеркәсібі қарқынды дамуда. Мутациялық вирустар мен әртүрлі аурулардың пайда болуымен қатар жаңа дәрмектер де пайда болады. Сондықтан фармацевтикалық өндіріс орындарында кәсіби мамандар үнемі қажет. Қазіргі уақыттағы әлемде коронавирустық инфекция COVID-19-дың таралуына байланысты, төтенше жағдайға байланысты фармацевт мамандардың рөлі одан сайын артуда. Республикамыздағы денсаулық сақтаудың ең маңызды міндеттерінің бірі ол ұлттық дәрі-дәрмек саясатын іске асыру, халықты жаңа, зиянсыз, тиімді, сапалы, бағасы қолжетімді дәрілік препараттармен қамтамасыз ету, импортқа тәуелділікті төмендету, жаңа дәрілік заттарды іздеу, отандық субстанцияларды алу және олардың негізінде дәрілік препараттарды қолданысқа енгізу болып табылады. Қазақстан өсімдіктер әлеміне бай екенін білесіздер. Отандық фармацевтика өнеркәсібін дамытудың негізгі жолдарының бірі Қазақстанның территориясында өсетін дәрілік өсімдіктерді іздестіріп, дәрілік өсімдік шикізатының негізінде бірегей отандық субстанцияларды алып, және олардың негізінде дәрілік препараттарды жасау және өндіріске енгізу фармацевтика ғылымының дамытудың бірден бір жолы болып табылады. Өсімдік ресурстарын тиімді қолдану және сақтау мақсатында дәрілік өсімдіктердің түрлерін интродукциялау немесе мәденилендіру, тұрақты шикізат базасын қалыптастырудың маңызды сатысы болып табылады. Міне осы айтылған мәселелердің шешімін фармацевтикалық ғылымның бірі фармакогнозия пәнін меңгеру барысында табуға болады. Кафедра оқытушылары сабақтарын жабдықталған лабораторияларда, заманауи инновациялық технологияларды пайдалана отырып өткізеді. Практикалық сабақтарды тәжірибелік базаларда, мысалы, ботаника және фитоинтродукция институтында, фитолиум жауапкершілігі шектелген серіктестігінде және басқада тәжірибелік базаларда өткізуге мүмкіндіктер бар. Және де жақын және алыс шетел ғалымдарынан дәріс алу мүмкіндіктері де қарастырылған. Құрметті талапкерлер, сіздерге есігіміз әрқашан ашық, барлық сұрақтарыңыз бойынша хабарласуларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.